Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2024 жылдың бірінші жарты жылдығында мемлекеттің халық алдындағы барлық әлеуметтік міндеттемелердің уақытылы орындалуын қамтамасыз етті. Ағымдағы жылдың бірінші қаңтарынан бастап базалық зейнетақы және барлық мемлекеттік жәрдемақылар инфляция деңгейіне, ал ынтымақты зейнетақы инфляция деңгейінен 2%-ға ілгерілеп индекстелетін болады. Қазақстан жастарын болашақта зейнетақының тиісті деңгейімен қамтамасыз ету үшін жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналарын кезең-кезеңімен енгізу басталды. Ұзақ уақыт бойы зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін адамдарды әлеуметтік қорғау деңгейін арттыру үшін 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап арнаулы әлеуметтік төлем енгізілді. Бүгінгі күні республикалық бюджет қаражаты есебінен базалық және ынтымақты зейнетақыны қоса алғанда әлеуметтік төлемдердің 42 түрі төленеді. Осы жылдың 6 айында зейнетақы мен жәрдемақы төлеуге 4 миллион 310 мың адамға, оның ішінде 2,4 миллион зейнеткер мен 1,9 миллион мемлекеттік жәрдемақы алушыға 2 триллион 614 миллиард теңге берілді. Бұдан басқа әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысатын 1 миллионнан астам жұмыс істейтін азамат мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 453 миллиард теңге сомаға 5 әлеуметтік тәуекел бойынша төлемдер алды. 2024 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша өмірлік қиын жағдайға тап болған 67 мың отбасындағы 355 мыңнан астам адамға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен 315 мыңнан астам қазақстандық қамтылды, 231 мыңға жуық адам жұмысқа орналастырылды, оның 98 мыңға жуығы тұрақты жұмыспен қамтылды. Еңбек нарығында сұранысқа ие дағдылар бойынша онлайн оқытумен 36 мыңнан астам жұмыссыз қамтылды, оның ішінде 33 мыңға жуығы оқуды аяқтады. Бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздерін оқытумен 38 мыңнан астам адам қамтылды. Оның ішінде 24 мыңнан астамы оқуды аяқтап сертификаттар алды. 110 мыңнан астам қазақстандық қызмет саласын таңдау мақсатында әлеуметтік кәсіптік бағдарлаудан өтті. Бұдан басқа халықтың әлеуметтік осал санаттарына жататын азаматтарға жаңа бизнес бастамаларды іске асыру үшін 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 4 мыңнан астам грант берілді. Министрлік еңбек нарығын дамытудың 2029 жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру бойынша белсенді жұмыс жүргізуде. Өңірлер мен салалардағы сапалы жұмыс орындарын мониторингтеу жүйесі әзірленді. Республика бойынша сапалы жұмыс орындарының саны 2,3 миллионға жетті, оның ішінде 200 мыңға жуығы жаңадан құрылды. Жыл басынан бері мемлекеттік еңбек инспекторлары 28,7 мыңнан астам қызметкердің құқықтарын қорғады. Атап айтқанда 9,5 мың қызметкерге 2 миллиард теңгеден астам сомаға жалақы бойынша берешек төленді. Жүргізілген тексерулердің қорытындысы бойынша 19 мың қызметкердің еңбек құқықтары қорғалды. Платформалық жұмыспен қамтуды реттейтін заңнамаға түзетулер қабылданды. Бұл 500 мыңға жуық қазақстандықты әлеуметтік кепілдіктермен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Осы салада жұмыс істейтін азаматтар табыстарының тек 4%-ын төлей отырып, зейнетақымен, медициналық сақтандырумен және әлеуметтік төлемдермен қамтамасыз етіледі. Мемлекет басшысы мемлекеттік еңбек инспекциясын жергілікті атқарушы органдардан еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің қарамағына беруді көздейтін заңға қол қойды. Осыған байланысты министрлік жанынан аумақтық бөлімшелері бар мемлекеттік еңбек инспекциясы комитеті құрылады. Өңірлердегі инспекторлар саны ұлғаяды. Бұл еңбек заңнамасының сақталуын бақылауды күшейтуге, қызметкерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғауды, ел кәсіпорындарындағы қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге, сондай-ақ еңбек даулары мен жанжалдардың туындау тәуекелдерін азайтуға ықпал ететін болады.
2030 жылға дейінгі қауіпсіз еңбек тұжырымдамасы белсенді іске асырылуда. Кәсіпорындардың цифрлық картасы құрылды. Ол нақты уақыт режимінде еңбек жағдайларына мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді. Болашақта барлық бизнес процестер автоматтандырылады. Бұл жұмыс орнын бағалау, жеке қорғаныш құралдарын және басқа кепілдіктерді ұсыну, барлық деңгейдегі еңбекті қорғау бойынша білімді тексеру. Көші-қон саясаты тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде 2027 жылға дейін басқа елдерге жұмыс істеуге ниет білдірген қазақстандықтар үшін оқу орталықтарын ашу бойынша жұмыс жүргізілуде. Министрлік әртүрлі мемлекеттер мен шетелдегі азаматтарымыздың еңбек құқықтарын қорғау бойынша бірқатар екі жақты келісімдерді пысықтады. 2024 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша 8,8 мыңға жуық этникалық қазақ тарихи отанына оралып, қандас мәртебесін алды. Жұмыс күшінің мобильділігін арттыру шеңберінде жұмыс күші артық өңірлерден 4,8 мыңнан астам адам өз еркімен жұмыс күші тапшы өңірлерге қоныс аударды. Барлық қоныс аударушыларға мемлекеттік қолдау шаралары көрсетілді. Сонымен қатар адам саудасына қарсы іс-қимыл туралы жаңа заң қабылданды. Оның шеңберінде министрлікке адам саудасының құрбандарын әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету және тиісті нормативтік құқықтық акті бекіту жөніндегі функциялар бекітілген. Мүгедектігі бар адамдардың өмір сүру сапасын арттыру бойынша ауқымды жұмыс жүргізілді. Әлеуметтік қызметтер порталы арқылы жыл басынан бері мүгедектігі бар адамдар 514 мыңнан астам қызмет, оның ішінде 448 мыңға жуық техникалық оңалту құралдарын алды. Медициналық әлеуметтік сараптама жүргізудің сырттай форматы бойынша пилоттық жобаны іске асыру шеңберінде мүгедектік тобын белгілеу үшін Қазақстанның барлық өңірінен 45,5 мыңнан астам өтінім қаралды. Халықтың әлеуметтік осал санаттарының құқықтары бойынша омбудсменнің құзыреті заңнамалық түрде бекітілді. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін субъектілерді лицензиялауды көздейтін заңнамаға түзетулер қабылданды. Осы процесті реттейтін нормативтік құқықтық актілер, сондай-ақ әлеуметтік қызметкерлер үшін кәсіптік стандарттар әзірленді. Бұл көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуға және оларды ұсынатын субъектілердің қызметіне бақылауды күшейтуге мүмкіндік береді. Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау, арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету және әлеуметтік қамсыздандыру саласында бақылауды қамтамасыз ету үшін мемлекеттік әлеуметтік қорғау инспекторлары 1700-ден астам тексеру жүргізді. Жергілікті атқарушы органдар Қазақстанның барлық өңірлерінде мүгедектігі бар адамдар үшін әлеуметтік маңызы бар объектілер мен инфрақұрылымды бейімдеу бойынша ауқымды жұмыс жүргізуде.